Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай дәмі ауызда ерейтін, өте жұмсақ болып шығатын керемет булочкалар дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, әрі құрамы үйіңізден табылатын қолжетімді заттардан тұрады. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Құрамы мен мөлшерін төмендегі описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, қантты, тұзды, жұмыртқаны және ерітілген сары майды құйып араластырамыз. Елегіштен өткізілген ұнымызға ашытқымызды салып араластырып, азаздан сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр елеміз. Бізде өте жұмсақ, өте нәзік, кішкене ғана қолға жабысып тұратын қамыр еленіп шығады. Бетін пищевой пленкамен жауып, шамамен 1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Осылай 1 сағаттың ішінде қамырымыз әдемі болып көтеріліп дайын болды. Қолымызбен 1-2 басып илеп аламыз. Қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, осылай қолымызбен дөңгелек формаға келтіреміз. Дайындап алған қамырымызды противеньге тізіп шығамыз, бетін пленкамен жауып 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше булочкалардың үстіне крошка дайындаймыз. Үй температурасындағы кішкене сары майға аз ғана қантты қосып еземіз. Азаздан ұн сала отырып араластырып, крошка дайындаймыз. Крошкамыз көріп тұрғандарыңыздай осылай себіліп тұру керек. Көтерілген қамырымызға жұмыртқаның сарысын жарты шай қасық сүт қойып араластырып жағып шығамыз. Енді крошкамызды бетіне сеуіп шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут уақыт аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкаларымыз қызарып әдемі болып пісті, өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріп, отбасыларыңызды қуантып қойыңыздар. Егер де видео рецепттер ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар.